Men Almatıdaman. Bari күшті жанмен тәнге келіңіздер, жазылыңыздар. Бәріне денсаулық тілеймін, бақытты болыңыздар. Жоқ, конечно. Бірінші рет түсіп жатырмын. Алматыда тұрсам да, Горельникке бірінші рет суға түсіп тұрмын. И то қыс уақытында. Қандай диагнозбен келдіңіз жанмен тәнге? Давление, жировой гепатоз. Жақсы сезініп жатырмын. Жанмен тәнге рахмет. Барлықтарыңыз келіңіздер, емделіңіздер. Давление түсті ма? Миыңызды орнына түсіріңіздер. Давлением түсті. Kesmesen olmaydı. Al bismillahirrahmanirrahim. Молодец, ага. Жарайсың. Ой азамат. Мама. Әке қайдасың деді? Мама. Мама, балаң мұздай суға түсіп жатыр. Мама, балаң. Ойбай. Аяғым. Ал. Мамасының баласы бір қырыңызшы. Жетті. 68-ге кеттік. Қай жақтан келдіңіз аға, бер қарай? Алматы, Астана, Қызылорда. Барлық жақтан ба? Бар жардан. Ал болды ма, күшті ма? Диагнозыңыз бар ма аға? Рахмет. Диагноз бар ма сізде? Жаныңыз бар ма дейсіз? Диагноз бар. Қандай? Давление высокогорьяда. Одан шейін ашыққан дұрыс бар. Қалай өзіңіз сезініп жатыр? Ой, күшті. Болды. Интервью бітті. Oldu. Men bak. Özünüzde kaçıyorsunuz. Ağa abaylan. Ağa abaylan. Bak. Aya taymay mı? Abaylan. Nasıl olsun?
Молодец. Күшті. Авайла. Мои подписчики. Міне мұзы менен Ледом я закаляюсь. біздің қыздар, батыр қыздар осы мұздың арасында суға түсіп жатыр. Міне қазір Нұргүл кетті суға түсуге. Нұргүл қызды көрейік. Bir, iki, üç. Молодец. Молодец, Нургүл, молодец. Міне. Қалай Нұргүл? Күшті. Қорықпадың ба? Осылай қорыққан жоқпын. Осы жол өте жақсы. Өте керемет. Қай жақтан келген едің? Мен Атыраудан келдім. Давлением жоғары еді 120-да. Бүгін 120-да 30-ға түсті. Сосын енді күшті қазір маған. Ұнап жатыр. Ұйқым сергек. Өте қатты ұнады маған. Ал, енді молодец. Да. Al, давай. Ай, молодец. Давай. Молодец. Міне ержігіт. Вау! Біреу, екеу, үшеу, болды. Жарайды. Давай. Байқамасаң қайдан екен? Я соны айтып отырмын ғой мен қолыңызды. Мына мұз ғой бай. Ай, молодец. Жігітсің. Қалай? 5. Әдемі. Ана глубокий емес пе іші? Я сама себя побеждаю. Привет. Вау! Мына қыздар, молодец. Осыдан кейін біздің жігіттердің бәрі түседі деп ойлаймын ылғи. Молодец. Давай. Болды, жарайды. Фото атырмыз ба? Фото атырмыз. Шыдаймын, фото. Шыдаймын. Қалай? Күшті. Жас кезде жаттағасыздар ғой. Ойбай, айтпа, бұл биға. 2 рет, 3 рет түсетіне қой күніне. Шай, өз ыңғайымен түскен жас. Мұзымен тұр ғой, оның несін дұрыс. Баста. Шешін бана ғой. Тамаша. Молодец, жарайсыз. Елден бұрын сіз түсіп жатырсыз. Күнде бірінші түсем ғой мен. Молодец. Қалай енді? Көңіл күйіңіз қалай болып тұр? Күшті. Қай жақтан келдіңіз? Алматы. Қандай диагноз? Сахар. Нәтиже болып жатыр ма? Әрине 3 күнде. 3 күнде қаншаға түсті? 12,5 мен келдім, бүгін 5,4. 5,4. Жарайсыз. Жан мен тәнді қашаннан білесіз? Кімнен естідіңіз? Менің Барал деген әпкем бар, сол тәтем айтты. Жан мен тәнге бар деп. Содан жазылдым келдім. Ал көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім керемет енді. Қай жақтан келдіңіз? Қарақалпақстан Нүкіс қаласынан келдім. Мен суық суды бағындыра алмай жүредім. Онлайн үйде жасайтын едім ғой енді. Ағайдың сабақтарынан көріп. Қашаннан бері білесіз ағайды? Жан мен тәнді жалпы. Ой, баста. Стимшақтан бері бармын мен. Қалай енді? Қандай диагнозбен келдіңіз? Диагноз артроз, гастрит,
Қалай анемия. Қазір қалай енді? Қазір өзімді жақсы сезініп жатырмын. Күшті, тазаланып жатырмын. Бойым сергек. Ерте тұрамын. Ерте тұрамын. Қалай сабақтар қалай екен? Білім Сабақтар күшті енді. Айтуға сөзім жетпей жатыр. Күшті бәрі де. Айтуға сөз жете алмай жатырмын ғой. О, қыздарға. О, жарайсың. Ай, молодец. Қай жақтан келдің? Көкшетау. Қандай диагноз? Армысыз ағайын, 12 желтоқсанға менен сізге бір оязық болсын. Егерде өмірде кез келген проблеманы шешіп, үнемі алға қарай даму үстінде боламын десең, ең бірінші өзіңе осы мен не нәрсені жасағанды анша ұнатпаймын деген сұрақ қойда тізімдерді жаса. Екінші, осы ұнатпайтын нәрселерді жасамағандықтан мен бұл өмірде недеге қол жеткізе алмадым, не нәрседен айырылдым, қандай армандарым орындалмады деп оны да жазып қойыңыз. Сол өмірінің соңында өкінішті болсын демесеңіз, алдымен осыларды анықтап алу керек. Өйткені сені саған адамға ұнамайтын нәрселер көп қимылдау, спортпен айналысу көп ұнамайды көп адамға үнемі күрделі бір кітап оқып білім алу, ол да көп адамға ұнамайды. Адамдардың алдында кішірею, кешірім сұрау, ол да көп адамға ұнамайды. Ал адамға не ұнайды? Кері кетіретін нәрсе, денсаулығын құртатын, жата беру, зиян тамақ, кім көрінгенге бір ауыр сөздер айту, ол да өз нәпсің. Сондықтан осының кеселінен мен қандай бір қатерге жолықтым деп соны жасап алып, соның кейін күн сайын өзің ұнамайтын нәрсені жасау керек. Қазіргі кішкене саған ұнамайтын қиналыс әкелетін нәрсенің бәрі түбінде саған жақсы қарым-қатынас, жақсы денсаулық, жақсы табыс, жүрекке тыныштық әкеледі. Сізге сізге алға бастырмай, сізге ұнамайтын жүрген нәрселердің бәрін жасап, соның арқасында деніңіз сау, өмір жасыңыз ұзақ һәм бақытты болуыңызды тілеймін. Бүгінгі күніңізге сәттілік тілеймін.